Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сазан балығын қуырдым. Менің балығымды соңына дейін көріңіздер. Егер де сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, және де тіркеліп қойыңыздар. Мен алдымен балығымды, сазан балығымды әкеліп, оның ішін тазалап, жуып, сыртындағы тиындас тәрдіс қабықтарын жақсылап қырып, жуып алдым. Балығымды осылай жуып әкелгеннен кейін балығымды майдалап кесіп алдым, арнайы ыдысқа салып қойдым. Балығымды тұздап алдым, қатты ащы болмау үшін тұзына қарай, дәміне қарай тұз сеуіп аламыз. Көп салуға болмайды. Осылай қолдың көмегімен араластырып 1-2 минут балықты осылай қойып қоямыз. Арнайы ыдысымызға майымызды құйып, майымызды қыздыра береміз. Мен балықты ұнға аударып аламын. Арнайы ыдысқа ұнымызды салып, балығымды осылай аударып аламын. Балық ұнның үстіне көп тұруға болмайды. Көп тұратын болса, балығымыз езіліп кетеді. Сондықтан мен көп тұрғызбадым. Біздің майымыз уже қызып қалды. Балығымызды біртіндеп қуырып аламыз. Осылай балығымызды қуырамыз, бетін жауып қоямыз, май шашырап кетпеу үшін. Сіздерде үлкен ыдыс болса өте керемет қуырылады. Менде ыдысым кішкентай болғандықтан аз-аздан салып жатырмын. Бетін жауып қойдым, себебі май шашырап кетеді. Қызарғанға дейін күтеміз балығымызды. Біздің сазан балығымыз дайын болды, әдемі болып қуырылып шықты, өте керемет. Қылтықтары үлкен аз болады. Балдарыңызға пісіріп берсеңіздер өте керемет, тойымды, витамин, көздің витамині. Қонақтарға да қойсаңыз алдына өте керемет болады. Өзіңіздің ойыңызша әдемілеп сәндеуге болады. Мен жан-жағына помидор қойдым, бетіне, яғни пияз қойдым. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер де сіздерге ұнап жатса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Ләззат.